Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде «Из темноты» фильмі. Топтасқан жергілікті халық оттың жанында отыр. Олар жақсы жайылымдар іздеу үшін сапарға шығып, алыс жаңа жерде қоныстанған. Бұл қозғалысты бастаған топтың жетекшісі адам. Адамның ұлы Харренге топтың үлкен мүшесі Одаль бір оқиғаны баяндап отыр. Ол бір топ адамның қоныс аудару барысында аң аулайтын жануарларсыз қаңырап жатқан мекенге апарылғанын айтады. Оларға қауіпсіз баспана уәде етілгеніне қарамастан. Алайда адам Одальдың әңгімесін бөліп, оған тамақ табу міндетін жүктейді. Келесі күні Бия есімді қыз судың жанында тұр. Ол бұл жердегі ешкімге туыстық қатысы жоқ болғандықтан, топ оны жат көреді. Адамның бауыры Гарри Бияға жақындап, онымен сөйлесіп тұрады. Кейін олар жолдарын жалғастырып, адам топқа қауіпсіз әрі берекелі жер табатынын уәде етеді. Бір күндік жол жүргеннен кейін, адам мен Гарри тамақ іздеп жүріп үрейлі бір нәрсені байқайды. Олар алып өлі жануарды табады. Ал оның өлімі бұл аймақта одан да үлкен жыртқыштың бар екенін аңғартады. Паника тудырмас үшін адам Гарриге бұл туралы ешкімге айтпауын тапсырады. Кеш бата олар тағы аялдап от жағады. Алайда Одаль мұнда қауіпсіз емес екендерін айтады. Ол адаммен сөзге келіп қалады. Бірақ адам топтың қауіпсіздігін қамтамасыз ететінін мәлімдейді. Осы уақытта Бия алғаш рет етеккірі келіп, топтағы басқа әйел Ави оны киімін ауыстыруға алып кетеді. Ави өзін адамның баласын көтеріп жүргенін мойындап, ол болса екен деп үміттенетінін айтады. Тек осының арқасында ғана ол жыртқыштардың олжасы болмайды. Түнде бәрі ұйықтап жатқанда, адам сергек күйде оларды күзетіп отырады. Кенет құлақ тұндырарлық дауыс естіледі. Бұл маңда жыртқыш құстың жүргенінің белгісі. Ертеңінде жол жүру қиынға соғады, өйткені айналаны тұман басқан. Ақыры олар тұманнан шығып, жайлы аймаққа жеткенімен, бәрі қатты шаршап, әрі қарай жүруге дәрменсіз болады. Жолда келе жатып, адам мен Гарри аң ауламақ болады. Адам топты алда тұрған қауіпті күштен алшақ ұстайтынын айтады. Ол сол жыртқышпен кездесуге тәуекел еткісі келмейді. Себебі оны қатты қорқады. Бірнеше күн тамақ ішпеген. Жүкті Ави түнде әлсіреп, есінен танып қалады. Барлығы Авимен әуре болып жатқанда, Бия топтан біразға алыстап кетеді. Сол сәтте адам оны тауып алып, оған орынсыз тиісе бастайды. Ол өз тегін барынша кеңейткісі келетінін, сондықтан қалағанын істей алатынын айтады. Бия бұған жиіркенішпен қарайды. Бірақ қарсылық білдіруге үлгермей жатып, кенеттен жыртқыш пайда болып, оны сүйрей жөнеле. Топ дүрбелеңге түседі. Адам бірден қолына таяқ алып, артынан жүгіргісі келеді. Алайда Гарри оны тоқтатуға тырысады. Себебі қараңғыда оны іздеудің мәні жоқ. Адам ашуға булығып, бәрібір соңынан кеткісі келеді. Бірақ топтың қасында қалуға мәжбүр болады. Таң атысымен олар Бияны іздеуге шығады. Бия Гарриге енді адамның жанында болғысы келмейтінін, және осы топтан кеткісі келетінін айтады. Ол қатты мазасызданып, бұл қауымдастықта қалғысы келмейді. Гарри егер оларсыз қалса, бұл жерлерде тірі қала алмайтынын түсіндіреді. Көп ұзамай адам оның ұлы Харреннің жүнімен қапталған күртесін табады. Алайда ол қан емес, басқа бір қара сұйықтыққа малынған. Бұл Харреннің әлі тірі болуы мүмкін екенін аңғартады. Олар әрі қарай жүріп, ақыры адамның барудан қорыққан орманына жетеді. Адам қатты күйзеліске түсіп, ешкімді тыңдамай, Харренді іздеп орманның ішіне кіріп кетеді. Топ амалсыз соңынан ереді. Кенет Бия тоқтап, етеккіріне байланысты демалу керектігін айтады. Одаль оның қаны әлгі жыртқышты өзіне тартып алуы мүмкін екенін ескертеді. Алайда адам ештеңеге мән бермей, бәрін тастап, жалғыз кетіп қалады. Ол өзгелерге қалғыларың келсе, қала беріңдер деп, өз жөнімен жүре береді. Олар басқа ештеңе істей алмайды. Сондықтан барлығы адамның соңынан еріп кетеді. Орманның ішіне тереңдей енген сайын, Ави сүрініп, қою қара сұйықтыққа толы балшық шалшыққа құлап түседі. Қараса, шалшықтың іші сүйектерге толы. Мұны байқаған адам, мұның қарапайым жыртқыштың ісі емес екенін түсінеді. Кенет қатты шыңғырған дауыс естіліп, барлығы жыртқыштың жақындап қалғанын біледі. Ақыры адам шындықты мойындап, ұлының өлгенін түсінеді. Олар жыртқыштан қашып, біраз ара қашықтық ұтады. Бірақ адам кенет тоқтап, бәріне уақытында қашып құтыла алмайтындарын, бәрібір өлетіндерін айтады. Аман қалу үшін орманның дәл ортасында от жағу керек деп шешеді. Бия от жағуға тырысады, бірақ Одаль бұған қарсы. Бия түпкілікті қараңғылық түскен кезде отты тұтатады. Жыртқыш әлі де олардың айналасында жүреді, ал адам мен Гарри топты қорғауға тырысады. Адам оған мұқият қарап, найза лақтырады. Соққы дөп тиіп, жыртқыш жараланғандай болады. Адам оның өлгеніне көз жеткізу үшін артынан қуып кетеді. Бірақ қап-қараңғы орманда адасып кетеді. Ол жыртқыштың дыбысын тыңдай отырып, оны өлтіруге әрекеттенеді. Алайда, бұл жоспары жүзеге аспайды. Кенет бүкіл топ адамның жан даусын естиді. Жыртқыш оған тұтқиылдан шабуыл жасап, ауыр азапқа салады. Бар күшін жинап, Гарри адамды құтқару үшін оған қарай жүгіреді. Бірақ бәрі оның да ажал құшатынына сенімді. Алайда, біраз уақыттан кейін Гарри адамның денесін сүйретіп алып келеді. Адам ауыр жараланған. Жыртқыш оның жақ сүйегін жұлып әкеткен. Оны осындай күйде көргенде, барлығы оның азабын созбай, өлтірген дұрыс деген шешімге келеді. Гарри бауырын өлтіруге жүрегі дауаламайды. Сондықтан, Бия бұл міндетті өз мойнына алуға ұсыныс жасайды. Барлығы теріс айналғанда,
бия пышағын суырып алып, оны адамның жүрегіне соғады. Осыдан кейін Ави тағы да әлсіздіктен есінен танып құлайды. Ол жүкті болғандықтан, егер тез арада тамақ ішпесе, өліп кетуі мүмкін. Бия тамақ табылмағандықтан, адамның денесін жеуді ұсынады. Алғашында бәрі бұған қарсы шығып, Гарри бұл ойдан жиіркенеді. Алайда басқа амал қалмайды. Бия кідірместен өлі денеге жақындап, етін кесіп ала бастайды. Бірте-бірте бүкіл топ ет жей бастайды. Тек Бияның жүзінен жиіркеніштің белгісі байқалмайды. Адамды құрметтеу үшін Гарри оның денесінен бір бөлігін алып, жерге көміп тастайды. Болашаққа үміт қалмағандай көрінсе де, олар не істеу керектігін ақылдасады. Жыртқыш оларды жібермей, әрдайым жақын жерде жүргендіктен, бәрі бұл жерде өлетіндеріне сенімді. Алайда, Бия олардың тек үрейін ұшыру үшін жыртқыштың бұлай жасап жүргенін айтады. Егер ол оларды өлтіргісі келсе, әлдеқашан жойып жіберетін еді. Бұл пікірдің қисынды екенін түсініп, бәрі қашуға әрекеттенуге келіседі. Одал мұның мүмкін еместігін, олар тез қашып үлгермейтінін айтады. Алайда, Гарри топтың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, оларды орманнан алып шығуға жауапкершілікті өз мойнына алады. Таңертең олар қозғала бастайды. Ал Одал олардың шайтанның тұзағына түскеніне сене бастайды. Ол мұны құрбандық талап ететін жын деп ойлайды. Одал Авенің өмір сыйлайтынын, Гарренің жауынгерлік дағдылары барын, ал өзінің ақылдылығын атап өтеді. Осылайша топтағы ең құнсыз адам бөтен адам, яғни Бия деп шешеді. Ол оның құрбандыққа шалынуы керек екенін айтып, Бияға қарай бет алады. Бия оның сатқындығын түсінгенімен, Авенің бұған қосылғанына таңғалады. Ави Одалдың дұрыс айтып тұрғанына сеніп, Бияны шайтанға құрбандыққа шалып, содан кейін кету керектігін айтады. Гарри бұған қарсы тұрады, бірақ Ави оны итеріп жібереді. Гарри жерге құлап, басын тасқа соғып есінен танып қалады. Жын олардың құрбандығын қабылдайды деген үмітпен. Ави мен Одал Бияны жыртқышқа қарай сүйреп апарып, оны шақыра бастайды. Бияны жерге тастаған кезде шыққан шыңғырған дауыс жыртқыштың оларды байқағанын білдіреді. Алайда, Бия қашып үлгереді, ал Одал мен Ави назарын басқа жаққа бұрып, өздері жалғыз қалады. Ави жыртқышқа қарсы тұру үшін өткір сүйекті қолына алады. Бірақ күтпеген жерден Одал оны өткір сүйекпен ішінен түйреп алады. Ави жерге құлап бара жатқанда, Одал орнынан тұрып, оны өз бостандығы үшін құрбандыққа шалатынын жариялайды. Ави құлап бара жатып, Одалдың аяғына соққы береді. Оның сүйегі сынып, өзі де жерге құлайды. Жыртқыштың жан түршігерлік шыңғыруы қайта естіледі. Түнде Бия есін жиып, аспанда ашық жасыл шұғыла көрінеді. Ол қайтып келіп, Одалдың әлі тірі екенін байқайды. Одал оған қарап үлгергенше, жыртқыш пайда болып, оны сүйреп әкетеді. Таң атпай тұрып, Бия да қайтадан қозғала бастайды. Одал оны тоқтатуға тырысса да, Бия оны басып қалып, үндемеуін бұйырады. Олар ағаш бұтақтарының астында жасырынып, жыртқышты зерттеп, оны өлтірудің жолын іздеп, қашу мүмкіндігін қарастырады. Ақыры, олар алғаш рет жыртқышты айқын көреді, және оның Одалға қарай бет алғанын түсінеді. Бия ысқырып, оның назарын бұрып алады. Жыртқыш оларға қарай жақындағанда, Бия найзамен шабуыл жасап, оны артынан түйреп өтеді. Ол басын кесіп тастағанда, жыртқыштың бетінде маска бар екенін көреді. Бүкіл уақыт бойы жыртқыштың масканың ішінде бір әйел болған. Ол қатты айғайлап қашып кетеді. Бия оны қуып жету керек екенін айтады. Өйткені бұл олардың құтылу жолы болуы мүмкін. Олар орманнан шығады, бірақ әйел әлі де қашып барады. Гарри тоқтап демалғысы келеді. Бірақ Бия қуа беруге шешім қабылдайды. Ол, бұл жерде ешкім өмір сүре алмайды. Егер мына әйел аман қалса, бізде онымен бірге болуымыз керек дейді. Гарри мұнымен келіспейді, бірақ басқа амалы жоқ. Ақыры, олар әйелдің іздерін қуып, оны үңгірге кірген жерінен табады. Қараңғы түскен соң, олар үңгірге кіруге, және қажет болса, күш қолдануға шешім қабылдайды. Ішке бірге енгенімен, олар кеңістікті көбірек қамту үшін екіге бөлінеді. Бия үңгірдің төменге қарай тереңдейтінін байқайды. Сондықтан зерттеуді жалғастырады. Кенеттен белгісіз ер адам оған шабуыл жасап, оны жерге жығып, басып қалады. Көзіне найза қадалған әйелден оны шығарып алу үшін, ер адам оның қолын тасқа соғады. Бияның айқайын естіген Гарри үңгірге секіруге шешім қабылдайды. Ер адам Бияны тұншықтырып, есінен танғанша қысады. Ол оны өлтірдім деп ойлайды. Бірақ Бия дереу пышағын суырып алып, оның мойнын тіліп жібере. Қан шашырап, ер адам жерге құлап, өмірі үшін арпалысады. Бия сәл алға жылжып, үңгірдің ішінде оттың жарығын байқап, оған жақындайды. Ол жерде қалың жүннің иіндісін көреді, және оның астында біреу жатыр ма деп ойлайды. Пышағын алып, жүннің астына қарай қадам басады. Сөйтсе, ол жерде осы уақыт бойы Герон жасырынған екен. Олар қайта қауышқан сәтте бөлмеге қолында балғасы бар әйел кіреді. Герон Бияны тоқтатуға тырысады. Бірақ Бия оны шетке итеріп, өзін қорғай бастайды. Герон әйелді қауіпті деп санамайтынын көрсетеді. Әйел Бияны қарсылас ретінде көріп, оған шабуыл жасамақ болады. Бірақ Бия оттың жанып тұрған бір бөлігін алып, оны кері шегіндірмек болып айғайлайды. Гарри айқайларды естіп, бөлмеге кіргенде, Геронның тірі екенін көріп, таңырқап қалады. Бірақ әйел еш ойланбастан, Гаррені басынан балғамен ұрып жібереді. Әйел Гарренің басын қайта-қайта ұрып жатқан кезде, Бия мен Герон қашып үлгеріп, отты сөндіріп, жүн көрпелерді өртейді. Олар үңгірден шығуға тырысқанда,
әйел арттарынан қуа бастайды. Олар түтін арасынан аман-есен өтеді. Бірақ әйел де олармен бірге сыртқа шығады. Герон әйелдің бір жерге кептеліп қалғанын байқап, оған көмектеспек болады. Ол Бияны көмекке шақырып, әйелді құтқаруға тырысады. Бірақ Бия тас алып, оны әйелдің басына ұрады, оны есінен тандырады. Ол тағы бір рет ұрып, әйелдің өмірін тоқтатады. Герон қатты жылап, Бияны жасаған ісі үшін құбыжық деп кінәлай бастайды. Ол бұл адамдардың жай ғана өмір сүруге тырысқанын түсіндіреді. Олардың басты мақсаты басқа адамдарға көмектесу болғанын, және олар тек аман қалу үшін аң аулағанын айтады. Герон әкесін шақырып айғайлай бастайды, бірақ Бия оны тоқтатып, дәл осы адамдар сенің әкең мен басқалардың өліміне себепші болды дейді. Дегенмен Бия Геронның айтқандарын ойланып, үңгірді зерттей бастайды. Ол өзінің бөтен адам болғанын және осы жерде тұрақ табу үшін келгенін түсінеді. Бірақ үй таппай тұрып, оны өзі қиратқанын ұғынады. Бия Авенің денесін табады. Анық болғандай, олар Авені және оның ішіндегі баланы құтқармақ болған. Герон бұл адамдардың оны да тамақтандырып, қорғағанын, өйткені кішкентай баланың далада жалғыз қалуы қауіпті екенін айтады. Бия Аве мен әйелдің денелерін жерлеуге шешім қабылдайды. Герон қатты жылап жатқанда, Бия олардың жаңа өркениеттің үміті бола алатынын кеш түсінеді. Ол жасаған әрекеттері қателік болғанын түсінсе де, бұл қаңғыбас пен балаға аман қалуды үйретіп, осы жерлерде жаңа өмір бастауға тырысатынын айтады. Осылайша фильм аяқталады.